Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Ханс Кристиан Андерсеннің «Су перісі» атты қызықты ертегісін тыңдайтын боламыз. Алыстағы теңіз суы көктікеннің гүліндей көкпеңбек, шыныдай мөп-мөлдір. Тереңдігі сондай, ешқандай зәкір бойлай алмайды. Оның тереңдігін өлшеу үшін қаншама сатыларды бір-біріне жалғау қажет десеңізші. Теңіз түбінде де тіршілік бар. Оның асты тап-тақыр құм деп ойлап қалмаңыздар. Онда судың толқынымен ырғалып, сіз бұрын ешқашан көрмеген ағаштар мен гүлдер, өзге де өсімдіктер өседі. Ағаш бұтақтарының арасымен жер бетіндегі құстарға ұқсайтын балықтар жүзіп жүреді. Ал осы теңіздің ең тұңғиығында теңіз патшасының сарайы орналасқан. Сарай қабырғалары маржан тастан өрілген. Ал кәріп тастан жасалған үлкен үшкір терезелері толқынның соғуы мен қайтуына орай бір ашылып, бір жабылып тұрады. Төбесі бірыңғай қабыршақпен жабылған, қабыршақтың әрқайсысында жарқыраған інжу моншақтар бар. Олардың біреуінің өзі кез келген ханшайымның тәжін әшекейлеуге жетіп артылар еді. Теңіз патшасының әйелі баяғыда дүние салған. Шаруашылықпен қарт шешесі айналысатын. Кемпір жалпы жаман адам емес, бірақ өзінің текті жерден шыққанын білдіргісі келіп тұратын мақтаншағы да бар. Ол өзінің дәрежесін асыруға тырысып, құйрығына 12 устрица жапсыратын еді. Негізі ең мықты деген ақсүйектерінің өзінде оның тек 6-ы ғана болатын. Қарт ана шаруаны жап-жақсы атқарды. Немерелеріне су перісіне анасының жоқ екендігін білдірмей, қамқор болды. Әсіресе ең кішкентай немересіне, олар 6 еді, бәрі де әдемі қаншайымдар. Ең кішісі айрықша нәзік, өңі аппақ, екі беті раушан гүліндей алаулаған. Ал тұңғиық көздері теңіз суындай көкпеңбек. Су перілерінің бір ерекшеліктері аяқтың орнына балықтікіндей сияқты құйрықтары бар еді. Күн сайын ханшайымдар сарайдағы кең бөлмелердің қабырғаларын жарып өскен гүлдердің арасында асыр салып ойнайды. Кәріп тастан жасалған терезелер ашық болса, біздегі қарлығаштардың ішке ұшып кіргені сияқты, балықтар да бөлмелерге жүзіп кіріп, су перілерінің қолынан жем жеп өздерін сипалауға ерік беретін. Есік алдында үлкен бақ бар. Бақта қып-қызыл және қара көк түсті ағаштар өсіп тұр. Оның жемістері алтындай жалтылдап, гүлдері оттай алаулап, ал бұтақтары мен жапырақтары тынымсыз тербеледі. Жері шетсіз, шексіз созылған өзгеше көкшіл түсті майда құм болғандықтан, теңіздің түбін емес, аспанның үстін басып жүрмін деп ойлап қалуың мүмкін. Төбең де аспан, аяғыңның асты да аспан тәрізді көрінеді. Желсіз тымық кездері теңіз түбіне түскен күннің бейнесін байқауға да болады. Ол қауызынан шуақ төгілген қан қызыл түсті гүлге ұқсайтын. Бақта әрбір қаншайымға тиесілі жер бар. Олар оған гүл ексе, жеміс ағашын отырғызса да өз еріктері. Біреуі егіс алаңының китке, ал екіншісінің оның су перісіне ұқсағанын қалайтын.
Ал ең кішкентай ханшайым алаңды күн тәрізді дөңгелектеп, оған алқызыл гүл екті. Оның мінез құлқы өзгелерден бөлектеу, таң қаларлық еді. Кенже су перісі ылғи ойға батып жүретін. Әпкелері үсті басын суға батқан кемелерден тауып алған түрлі асыл заттармен әшекейлесе, ол тек сонау жоғарыда күнге ұқсайтын жарқыраған ашық қызыл түсті гүлдерді тағатын. Оның және бір ұнататын заты күйреген кемеден судың түбіне түскен ақ мәрмәр тастан жасалған баланың мүсіні еді. Мүсіннің қасына ол Мәжнүн тал екті. Мәжнүнтал жайқалып өскен кезде оның бұтақтары ескерткішке асылып салбырап, күлгін түсті көлеңкесі құмдақта тынымсыз ырғалып, ағаштың тамырын өбіп тұрғандай әсер берді. Кенже ханшайым бәрінен де су бетінен жоғары өмір сүретін адамдар туралы әңгіме естігенді ұнататын. Қарт әжесі оған адамдар мен жануарлар, кемелер мен қалалар туралы білгенін әңгімелейтін. Әсіресе оны жер бетіндегі гүлдердің су астындағыдай емес иісінің бұрқырап тұратындығын, тоғайлардың жап-жасыл болатындығы, ал бұтақтан бұтаққа қонып ерсілі-қарсылы ұшқан балықтардың тынымсыз ән шырқайтыны қатты таңдандыратын. Балық деп әжесі құстарды айтатын. Өйткені туғалы құсты көрмеген олар оның не екенін білмейтінді. Бірде әжесі немерелеріне: «Сендер 15-ке толған кезде судың бетіне шығуға рұқсат етіледі. Сол кезде жартаста ай сәулесіне шомыла отырып, өтіп бара жатқан кемелерді, сонау алыстағы қалалар мен орманды тамашалайсыңдар», деді. Биылғы жылы ханшайымдардың ең үлкені 15 жасқа толды. Қалғандарының аралары 1 жастан еді. Яғни ең кішкентайына су бетіне шығу үшін аттай 5 жыл тосу керек. Ал уақыты келіп су бетіне шыққан су перісі көрген қызықтарын қалғандарына айтып беруге келіседі. Себебі әжелерінің әңгімесі олар үшін жеткіліксіз еді. Су бетіне шығуға бәрінен де арманшыл, ойлы, кенже ханшайым құштар болды. Ол әрбір түнін терезенің алдында отырып, құйрықтарын бұлаңдатып, балықтары топ-топ боп жүзген теңіз су арқылы жоғарыға көз тігіп өткізетін. Ханшайым әрине ай мен жұлдыздарды анық көре алмайды. Дегенмен ол жерден біз қарағандағыдан да анағұрлым зор әсер алатын. Егер бұлыңғыр боп көрінген ай мен жұлдыздардың астынан қап-қара бұлт жүзіп өтсе, су перісіне оның кит екенін аңғару қиын емес еді. Кейде ол жолаушылар тасыған кеме болуға да мүмкін. Бірақ төменде теңіздің түбінде аппақ қолын созып әдемі су перісі қарап тұр деген ой кемедегілердің қаперлеріне де кірмейтін. Міне, ең үлкен ханшайым 15 жасқа толды. Оған су бетіне жүзіп шығуға рұқсат етілді. Ол қайтып оралғаннан кейін қаншама әңгіме айтылды десеңізші. Оған теңіз тыншығанда ай нұрына шомылып, жағадағы тіршілігі қайнаған қаланы тамашалау аса қатты ұнапты. Қалада қаптаған жұлдыздарға ұқсас сан мыңдаған оттар жылтылдап, көңілді әуен естіледі екен. Оларға қоса зеңбірек үні, мұнаралары сорайған шіркейлерден созылған қоңыраулар үні айналаны азан-қазан етеді. Баруға болмайтын бейтаныс тіршілік өзіне ынтықтыра тарта түсіпті. Кенже қыз әпкесінің әңгімесін есі кете тыңдады. Кешке күндегі әдетінше ашық терезенің алдында тұрып, су түбінен жоғарыға ынтыға көз тастады. Адамдары қаптаған үлкен қала туралы ойлады. Тіпті құлағына қоңырау үні келгендей болды.
Келер жылы екінші әпкесі 15 жасқа толып, оның да су бетіне шығып қалаған жағына жүзуіне рұқсат етілді. Су перісі теңіз бетіне шыққан кезде күн батып бара жатқан мезгіл болатын. Осы бір сәт көкейіне ұялағаны сондай, мұнан артық сұлулық жоқ шығар деп есептейді ол. Аспан дегенің алтынмен жалатқандай сап-сары, көкте жүзген ақша бұлттардың ерекше сұлулығын айтсаңшы. Кейде олар ақ, кейде қызыл, кейде күлгін көк түсті болып көрінеді. Күнге бет алған ақ бұлттар керуені, жабайы аққулар тізбегі көз алдына елестетеді. Ол теңіз бетіне қонақтаған дөңгелек күнге қарай жүзіп еді. Күн қайта-қайта суға батып, бұл жетем дегенше айналаны шарпыған қызыл алау ғайып болды. Ал тағы бір жылдан кейін үшінші әпкесі су бетіне көтерілді. Бұл бәрінен де батыл ханшайым еді. Ол өзеннің тура теңізге құятын тұсына дейін жүзіп барыпты. Жүзімдіктері жайқалған төбелерді, бау-бақшаларды, жайнаған әсем сарайларды көріпті. Құйқылжытып ән салған құстардың әніне куә болыпты. Күннің қатты ысығаны сондай, ол қайта-қайта суға сүңгіп салқындап отырыпты. Бір жағалауда оған жалаңаштанып суға шомылып жүрген балалар ұшырасыпты. Су перісінің олармен бірге ойнағысы келген екен, бірақ балалар қорқып тұра қашыпты. Олардың орнына жағалауға бір кішкентай аң шығып шәуілдеп кеп үрсін. Тіпті маза бермеген соң кейін қайтуға тура келіпті. Әлгіндегі үрген ит екен. Бұл оның өміріне тұңғыш рет көріп тұрған соң ажырата алмапты. Сонымен су перісі осы сапарын ну орманды, көгілдір төбелерді және қанаттары жоқ болса да суда балықша жүзген балаларды еш ұмыта алмасын айтыпты. Ал төртінші қыз аса батыл емес еді. Ол ашық теңіздің су бетіне көтерілген тұсында ғана болып, сол тұсты аса керемет деп есептеді. Ол үшін әсер қалдырғандары шетсіз шексіз созылып жатқан теңіз, алып әйнек күмбезге ұқсайтын аспан, ал алыста жүзген кеме ақ шағаладан аумай қалған. Енді бір тұста дельфиндер сан түрлі өнер көрсетіп таңдай қақтырған. Киттер танауларынан су атқылап, айналада су бұрқақтар қаптап кеткендей болыпты. Міне ең соңғы әпкесінің де кезегі келді. Оның туған күні қыста болатын. Сондықтан ол балалар көрмеген қызықты тамашалады. Жап-жасыл теңіз суының әр жерінде мұз таулар жүзіп жүріпті. Кейбір тіпті адамдар салған шіркеулерден де үлкен екен. Олар мыңдаған алмас моншақтардан құралғандай көз қарықтыратын. Су перісі солардың ішіндегі ең үлкеніне мініп алып еді. Долы жел ұзын шашын желбіретіп жіберіпті. Теңізшілер одан қорқып бұл жерді айналып өтіпті. Кешке қарай аспанды бұлт торлап, найзағай ойнап, күн күркіреген. Тулаған теңіз үлкен мұз тауларды аспанға атыпты. Кемелер желкелерінен түсіріп айнала танымастай өзгеріп қорқыныш басқан. Ал ол ештеңені елең қылмай мұз таудың үстінде теңіз суына дамылсыз түскен найзағайлардың ирек-ирек жарқылын тамашалай отырған. Кенже ханшайымның әпкелері алғаш рет теңіз бетіне шыққанда соншалық қатты әсерленген болатын. Бойжетіп қалған уақытта жоғарыда көтеріле алатындықтан қазір не болса соған таңданбайтын болды. Жер бетіндегі өзгешілік оларға қызықсыз көрініп, енді өз үйім, өлең төсегім, теңіз түбінен асқан тіршілік жоқ екен дейтінді шығарды. Кешкілік ханшайымдар бірін-бірі құшақтап су бетіне көтерілетін. Бәрінің де дауыстары адамдардың дауысына қарағанда анағұрлым әсерлі еді. Дауыл тұрып кемелерге қауіп төнген кездері олар жақын жүзіп кеп теңіз түбі сондай тамаша, қорықпай тереңге түсіңдер деп теңізшілерді үгіттеген мұңлы әнге салатын. Бірақ су перілерінің тілін түсінбейтін теңізшілер бұл үнді соғып тұрған дауыл деп қабылдайтын. Теңіз түбіне түскен күнде олардың ешқайсысына рахат көрмесі анық. Кеме қирағанда адамдар суға тұншығып теңіз патшасы сарайына өлі күйінде жететін.
Кенже ханшайым әпкелері сапарға кеткен кезде жападан жалғыз қалатын. Олардың жолын тосып жылағысы келетін. Бірақ су перілерінің көз жасы жоқ қой, іштегі шерін тарқата алмай қиналатын. Қашан мен 15 жасқа толар екенмін, деп армандайтын ол. Су үстіндегі өмірмен танысқым келеді. Ондағы адамдарды жақсы көретінімді сеземін. Құрметті оқырмандар, Су перісі ертегісінің бірінші бөлімі осымен тәмамдалды. Келесі қызықты бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.